Өтепова Гүлжан Сайынқызы 2004 жылы Маңғыстау өнер колледжінде халық аспаптары бөлімін домбыра классы бойынша бітірдім. Колледжді бітіргеннен кейін Алматы қаласындағы Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясының халық музыкасы факультетінде домбыра пәнінің оқытушысы мамандығы бойынша білім алдым. Қазіргі таңда осы Маңғыстау өнер колледжінде халық аспаптары бөлімінің меңгерушісі, домбыра сыныбының оқытушысы болып қызмет атқарамын. Шәкірттерім қалалық, облыстық, республикалық конкурстардың лауреаттары атанып жүр. Бұл қызметіммен қоса домбыраны дамыту мақсатында 2019 жылдан бастап Артлайф өнер орталығын аштым. Басты мақсат жастардың бойындағы ұлттық өнерге деген қызығушылығын арттыру және оны насихаттау болды. 2022 жылдан бері артспорт мемлекеттік спорт және шығармашылық тапсырыстарды жан басына нормативті қаржыландыру бойынша балаларды тегін оқытуды бастадық. Қазіргі таңда 6 адамды жұмыспен қамтып отырмын. Алдағы уақытта орталығымның ауқымын кеңейтіп, балаларды ұлттық өнерге тарту жолында талай жұмыстар күтіп тұр.